Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қазақ халқы. Мына соңғы кезде мына орамалға, мектепке орамалмен келуге болады болмайды деген жағына өз ойымды айта кетейін деп едім. Орамалмен келуге болмайды деген. Сон жаңағындай соған қарсылық танытып, медреседе оқыған балаларды кіргізбейміз деген. Ол бір негізі бір сондай бір кереғарлық болып жатыр да. Негізі қазақта хиджаб деген болмаған, қазақта паранжа деген болмаған деген сияқты. Жарайды, енді оны алмайтын болсақ, оны айтпағанның өзінде де, мысалы біздің ата-бабамыз кезінде кимешектерді киді ғой. Кимешектердің өзі сол паранжа мен хиджабтан тек дым кем емес. Қайта сондай кимешекпен киіп, кимешекпен жүріп жатса, игі үстіне игі емес па? Енді осы орайда айта кетейін. Бұл менің азаматтық ұстаным, азаматтық ойым ғой. Мына ислам дінін қаралаушылар, ислам дінін жақтырмаушыларға айтарым. Кезінде мысалға пұтқа табынған жоңғар мемлекеті, одан қалса тағы да ойраттар. Сондай мысалы пұтқа табынып басқа пұтқа табынушылық сондай нені ұстанған елдер қалай жоқ болып кетті. Соны еске алсаңыздар, соншама исламға шүйлігетіндей не көрінді сонша. Жалпы қазіргі дін ғалымдарының айтуы бойынша, мына қазіргідей әлем бойынша, мына дүние жүзі бойынша қысымды, ислам сияқты қысымды ешбір дін, ешбір мемлекет көріп жатқан жоқ. Егер де сол бір мемлекеттер немесе бір дін сондай бізге, мұсылмандарға жасалып жатқан қысымды көретін болса, олар құлайтын еді деп отыр да, барлығы. Қайта мынау жаратушы иеміздің құдіретінің арқасында, Құдай тағаламыздың қолдауының, қорғауының арқасында мұсылмандар мен мұсылман мемлекеттер өзінің тәуелсіздігімен дүниедегі өздерінің орындарын жақсы сақтап келе жатыр, Құдайға шүкір. Қанша соғыс, қаншама жаңағындай бүліктерді көрсе де, Құдай тағаламыздың арқасында олар өздерінің әлі тәуелсіздігін сақтап жатыр. Сонда енді жалпы мен айтайын деген тәңір сіздер деп жатыр. Жаңағында соңғы кезде буддизм, христиан дініне өткендер болып жатыр. Олардың бәрі уақытша нәрсе да. Уақытша нәрсе. Егер де олар бар боламыз, жақсы боламыз, адам ретінде, жалпы азамат ретінде қалыптасып қаламыз дейтін болса, ислам дініне қайтып, калима шахадатын айтып, мұсылман болып, қазамыз мысалға көпшілігіміз. Қазір Құдайға шүкір, еліміз 80-90% мұсылман дінін ұстанатын болды. Және дүние жүзі бойынша қазір исламды қабылдап жатыр. Италияға дейін, Испанияға дейін, Америкаға дейін, Европа мемлекеттерінің көп халықтары исламды қабылдап жатыр. Сондықтан айтарым, ағайындар, қазақтар, өзіміздің Аллах Тағала бізге жеткізген ислам дінін мықты ұстанайық. Ислам дініне қайтыңыздар. Осы жерде бір қызық
басымнан өткен жағдай есіме түсіп отыр. Бір рет бір жерден екінші жерге Алматыға, Талдықорған жақтан Алматыға бір машинеге отырсам, бір тәңірші екенін білген жоқпын басында. Жаңа әңгімеден әңгіме шықты да, жаңағыдай бір қысқаша уағыздар айтып отқаным ғой. Содан жаңағы уағыздар айтып отсам, ана бауырымыз маған енді тисе бастады демей қояйын, бірақ та сұрақтарын жаудыра бастады да. Осы сендер ислам дейсіңдер дейді да ма? Сонда мысалға айтшы, мысалға арабтар бар ғой, арабтар дейді да мысалы. Олар ана чегірткелер дейді да, кузнечиктарды дейді. Сонда бұл қалай дейді да. Жәрі чегірткені қойшы енді. Ол арабтарың сенің түйенің зәрін ішеді ғой дейді да. Түйенің зәрін ішеді ғой дейді. Оны қойшы, оны айтпағының өзінде ең сорақысы. Олар шакалдың етін жейді ғой дейді да, жаңағы ненің ана шибөрілер бар ғой. Соның етін жейді ғой, сен қалай сен соның дінін сен қалай ұстанасың дейді да. Астақырылlah. Соның мен айтып отырмын. Соның алдындағына мен негізі видео көрген ғой. Видео болғанда да біраз видеолар, насихаттар көзім шалып қалды да. Солар мен көрейін деп көрген жоқ просто. Көзім шалып қалды да. Тура жаңағы бауырымыздың, жаңағы өзіміздің бауырымыз ол. Сондай сұрақтар қойып отыр да. Соңген жаңағы видеода мен жаңағы сұрағына мен жауап бердім. Мысалға сен жаңағы айтып отырсың деймін да. Түйенің зәрін ішеді дейсің деймін да. Немесе жаңағындай нелерді, шіркейлерді жейді дейсің. Неме да? Кузнечиктарды жейді дейсің. Мен енді қазақта да мысалға басқа ұлт жемейтін нәрселер бар ғой. Мысалға қазақтарда жылқының етін жейді мысалға. Жылқының етін жейді. Оларға мысалға жалпы арабтар ғана емес, басқа ұлттар, басқа мемлекеттерге жылқының етін жеу бір әбестік, бір жабайылық, дөрекілік сияқты болып көрінеді да, басқа елдерге. Соны қайда жібересің дедім. Ойланып қалды. Ал енді жаңағы ненің түйенің зәрін айтасың деймін да. Түйенің зәрін жаңағы шеді ғой. Соны не қыл дейсің дейді да арабтардың. Мен айтып отырмын, олар түйенің зәрін ішсе, сен ішпей қой деймін. Олар түйенің зәрін ішіп жатса, оны ішпей қой дедім. Оны ішкім сияғаны іштеп тұқпаластап отқан жоқ қой. Мысалға мұсылман деп қойып арақты да ішіп отқан адамдар бар ғой мысалға. Оның қаншама зияны бар десең де ұқпайды мысалға. Бәрібір ішеді ғой, дұрыс па? Арақтан зорғысын да ішетіндер бар мысалға. Оған не қылып екен ешкім үндемейді сонда не. Жарайды қойшы, жаңағы үшіншісі шакалды айтып отыр да. Шакалды жеуге рұқсат беріпті ғой дейді да. Типа халал қыпты ғой дейді да, ол харам емес екен ғой, халал екен ғой. Оған не дейсің дейді да. Мен не деймін? Ол жегісі келген адам жейді деймін. Соң ана мысалды айттым. Өзім атамның соғысқа барып марқұм болған атамның әңгімесі есіме түсіп кетті сол кезде. Сол кезде атамның айтқан бір несі болатын әңгімесі. Біз соғыста жүрген кезде бір елді мекеннен шығып екінші мекенге бара жатқан кезде жейтін ас таппадық дейді. Жейтін ас таппай ашығып әбден қалжырап қарнымыз ашып келе жаттық дейді. Содан барып бір елді мекенге ауылға келген кезде Польшаны айттым әлде бір нені айттым, оны мен өзім әке шешем айтады, ол атам баяғыда марқұм болып кеткен. Сонда жаңағы не Польшаның бір қаласына барға жеткен кезде жаңағы жерде өңші чошқа толған чошқа ауылы дейді ана. Ана жерде жапа тармағай бір-екі чошқаны ұстап алып, соны сойып жедік дейді. Содан қойшы айтты. Одан шықтық.
Одан кетіп енді бір уақыт өткен кезде шөл қыса бастады дейді. Шөл қысып, содан барып кірге жет ақпай, шетін су таппай келе жатқан кезде бір тағы да сондай бір ауыл мекен, бір елді мекенге келген кезде сыра өндіретін зауыттар бар екен дейді. Ой, Аллахтың әмірі. Жаңағы жерге барған кезде содан барып сыраны кеп іштік дейді сонда. Шетін нәрсе жоқ. Субханалла. Содан кейін барып сол мәселе, сол жағдайды айтқаннан кейін айтып отырмын да. Бауырым, сен о жағынан қателеспе. Ол шакалды жеуге болады деген болса, егер де сондай мысалға жейтін не ішетін нәрсе жоқ болған кезде ішуге болады деген нәрсені айттым. Өйткені солай өзіміздің дін ғалымдары, ұстаздарымыз сөйтіп айтып жатыр, айтқан. Енді ондай мәжбүрлік болмаса, оны қуалап жүріп, тура сол жаңағындай қолтырауынды немесе шибөрін ұстап алып жеу деп ешкім бұйырып атқан жоқ. Содан кейін артынан айтайын деген бауырлар, жалпы мынандай нәрсе айтылған, басқа адамда бар жаман қылықты қайталамаңдар деген. Ол мысалға саған жаңағындай қарғыс тіледі ма, сен оған қарғыс тілеме, Алла кешсін, Алла риза болсын деп. Немесе ол жаңағындай зұлымдық жасады ма, сен ондайды қайталама. Бірақ та мұсылмандығымызды ұмытпауымыз керекпіз. Арқыры айта берсе әңгіме көп. Жалпы біз еліміз үшін, жеріміз үшін жақсы дұғада болуымыз керекпіз. Еліміз үшін, жеріміз үшін ұйымшыл тату-тәтті болуымыз керекпіз. Қазағымыз ұйымшыл тату-тәтті болсын дейік ағайын. Бір-бірімізбен қырқыспайық, бір-бірімізбен ұрыспайық. Ел боламыз десек бесігімізді түзеп, осы ұлттық қазақ халқын, отанымызды қорғап, еліміз үшін еңбек етіп тер төгейік ағайын. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуһу.